Айту оңай ғой, бірақ кейде айтады, бізге имам болғаннан кейін неше түрлі жамағаттар келеді, неше түрлі аналар келеді, әкелдер келеді ғой. Үйдегі мына кеше ғана үйленіп еді, 2 жас ажырасайын деп жатыр дейді да. Сонда насихат қылып атасың, басқа қылып атасың, түсіндіресің, аят айтасың, хадис айтасың. Сонда айтады, балам-ау, айту оңай ғой дейді да, бірақ мәселені шешпей тұр ғой бұл дейді да. Біз де ақылымыз айтып жатырмыз. Ей балам-ау, саған қаншама мен кредитке алып миллиондаған ақша алдым, ойбай, сен үшін шашылдым, төгілдім, ұят қой, масқара, халыққа масқара болдық қой дейді да, қараңыз. Бірақ сол мәселенің астарын қарап отырсаң бар ғой, сол бала мен қызға ше үйленбей тұрып бар ғой, үйленбей тұрып қарапайым қасиеттер үйретілмеген ғой. Сол бала бар ғой, отыр, мешітте отыр, шешесі отыр қасында, сөйтіп отыр, имам отыр мен алдында, отыр мен алдында шапан тақиямен. Ол менте қыстырып тұрған жоқ, шешесінде қыстырып тұрған жоқ, мешітте қыстырып тұрған жоқ та. Ана баланың түрін көрсең, көзін көрсең, аларып тұрған жоқ. Бірақ сол келіп тұр әйтеуір жаңағы, әкесі зорлықпен әкеп тұр ғой мешітке енді. Енді психологқа апардық болған жоқ, емшіге апардық болған жоқ, енді молда бірдеңе істейтін шығар деп әкеп тұр ғой енді. Өкінішке орай, психологың да, молдаң да саған жерден бермеуі мүмкін. Сен не істеуің керек? Құрметті ата-ана, құрметті әке, құрметті ана. Сен бала кезден бастап баланы тәрбиелеуің керек. Баланы имандылыққа үйретуің керек. Құдайын тан, Құдайдан қорқу керекті үйрет. Жаңа Абай айтып жатыр ғой, адамнан ұял деп жатыр. Адамнан ұялу үшін адамда имандылық керек. Ең құрығанда не істеуің керек? Осындай обал болады, ұят болады дегенді бойына сіңіруіміз керек қой баланың, ардақты ағайын. Ертең сен әке боласың, балам. Ертең сен ана боласың, қызым. Үйрен, тамақ істеп үйрен, киім тігіп үйрен, мына баланы бағып үйрен. Ертең сен ана боласың ғой деген нәрсені айтпай жатыр деп тұрған жоқпын мен. Бірақ неге осы шығып жатыр осының барлығы енді? Қақтан шығып жатыр соның бар? Аспан салбырап түсіп жатқан жоқ қой? Сондай үстінен секіріп тұрып тибетін қыздар, төбелесетін қыздар, басын жарып жатқан ұлдар қақтан шығып жатыр бар? Аспаннан келіп жатыр ма? Марстан келіп жатыр ма әлде? Жоқ. Өзіміздің арамыздан шығып жатыр ғой барлығы сол. Көрдіңіз ба? Бұның басты себебі не? Имандылық жоқ. Басты Құдайдан қорықпайды. Сол пайғамбар танытып жатқан жоқпыз. Көрдіңіз ба? Сөйтеміз де не істейміз? Дәл үйленетін жасқа келген кезде үйіп төгіп ақшаны береміз, үйлендіреміз. Жаңағы ойбай, мен балам той мықты өтсін, ең қымбат тортты алайық, миллионға торт аламыз, миллионға жылқы аламыз, жаңағы неменен лимузин жалып, бәрін істеймін, дүниенің бәрін істеймін. Бірақ ол баланың бойында адами қасиеттері сақталды ма, сақталмады ма, Құдайдан қорқа ма, қорықпай ма, мына семьяны ұстап тұра ала ма, ұстап тұра алмай ма, ертең ары қарай оны біз уайымдамаймыз да, өкінішке орай. Көпшілікке топырақ шашпаймыз, бірақ сондай отбасылар бар да. Мысалға, мына қараңызшы, пайғамбардың хадисін қараңыздар. Осындай керемет жаңағы, әрі әдемі, әрі сұлу, әрі бай, әрі текті, әрі діндар қызды қайдан табамыз біз? Кейде отырып, хадисті оқып отырасында ойланып кетесің ғой жаңағы. Субханалла. Қараңыздар. Түнкахул мар'ату ли арбаин дейді. 4 әйел дейді, 4 қасиетіне қарап үйленеді дейді. Әйелмен 4 қасиетіне қарап үйленеді дейді, қараңыз. Біріншісі байлығына, екіншісі тегіне, үшіншісі сұлулығына, және не істейді? Дініне дейді, діндарлығына қарап дейді, төртеуіне. Сонда әлде бір сахабасына айтып отырған, осыны айтып отыр ғой пайғамбар сахабаларына. Пайғамбарым былай дейді да, сен дейді, діні мен адамгершілігі жақсысына азу тісіңмен жармас дейді да. Яғни фазфар бидати дини тарибат ядак дейді. Сонда ғана екі қолың ұзарып дейді да, мақсатыңа жетесің дейді. Яғни бақытты боласың деген сөз ғой. Сен не істе? Діндарын таңда деп тұр да, қараңыз. Бірақ бұл деген сөз, ардақты ағайын, бай болса ойбай құр қолын сілтеп қаш одан. Әдем болмау керек ол. Ойбай ол текті болмау керек деген сөз емес бұл жерде мәселе, ардақты ағайын. Яғни ең дұрысы бәрібір несі пайғамбарымыз діндарын, яғни Құдайдан қорқатын, соны таңдауға тырыс дейді да. Енді осындай адамды біз қайдан табамыз? Егер соны отбасына шығармасақ, баламызды, қызымыз тәрбиелемесек, ондай діндар, Құдайдан қорқатын қызды қайдан табамыз біз деді? Дұрыс па? Біреу бізге дайындап береді, немесе завод бар ма ондай? Завод жоқ қой, оны дайындап береді. Біз өзіміз дайындаймыз ғой, ардақты ағайын. Сондықтан да кім өзінің қызын бақытты болғанын қаласа, ұлының бақытты болуын қаласа, мынау бәле болып тұр қазір бар ғой, отбасы шырқы қатты бұзылып жатыр, неке бұзылып жатыр, отбасы деген жастар қатты ажырасып жатыр, сұмдық болып жатыр енді Қазақстанда. Өте сұмдық, өте көп. Статистиканы көрсең шошисың. Әлем бойынша деген әңгіме жүріп жатыр қазір осы мәселеге байланысты. Бірақ соның түпкі мәнісіне қарап отырсаң, сол дәстүр жоқ, дініміз жоқ, Құдайдан қорықпайды, имандылық жоқ, сол. Осының барлығының себебі осыған алып келіп жатыр, ардақты ағайын. Жақсы әйел не дейді қазақ? Жаман еркектің басын
төрге сүйрейді дейді, қараңыз. Дұрыс па? Жақсы, жаман әйел не істейді? Жақсы еркектің басын көрге сүйрейді дейді, қараңыз. Енді осындай жақсы әйел қайдан табамыз? Айтыңызшы. Алтынбек аға, қайдан табамыз? Топ беріңіз. Яғни айтайын дегенім, бәрі жақсы келін алғысы келеді, дұрыс па? Әр қайсымыз күйеу балам жақсы иманды болса екен, менің қызымды 20 жыл бақ қаққан қызымды қолын сілтеп талақ қылмай, білгенсе ұрып соқпай, аялап сөйтіп жақсы не ұстаса екен, күйеу балам мықты болса екен деп бәріміз қалаймыз ба? Бәріміз қалаймыз. Бірақ ол үшін не істеу керек? Біреу күйеу баланы шығару керек, тәрбиелеп, біреу мынаяқтан келін шығару керек, тәрбиелеп. Міне, бәріміз ертең бір-біріміз құда жекжат боламыз ғой. Сол үшін не істеу керек? Өзіңе қалаған жақсылықты өзгеге де қалауың керек қой, болды. Қыз күйеу баланы ойласын, күйеу бала қызды ойласын. Яғни екі жақты істеуіміз керек, ойлануымыз керек. Абай атамыз айтады, біреуді көркі деп жақсы көрме дейді, көркі бар деп жақсы көрме дейді. Тек қана оның әдемілігіне алданба деп тұр ғой, қараңыз. Лапылдық көрсе қыздар нәпсіге ерме дейді да. Көрсе қыздар нәпсіге ерме. Яғни нәпсі көбіміз алданып қалады ғой, о дейді да, сынып кетеді, бітті. Оны қарамайды, адамгершілігіне, имандылығына қарамайды. Соны айтып жатыр. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл берме дейді. Яғни әйел сұлу болса жақсы, оған плюс көркем мінез қосылмаса, о сұлулығына пайда жоқ деп тұр да. Көрдіңіз ба? Көркем мінезіне қатты көңіл бөліп тұр бұл жерде, көрдіңіз ба? Жасаулы деп, малды деп байдан алма. Кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді, көрдіңіз ба? Яғни, ардақты ағайын, қазіргі проблема не болып тұр екен, сонымен некенің маңыздылығын айтып жатырмыз. Шарттарын жаңа қысқа нұсқа айтып кеттім. Уақытымыз оған барлығын жетпейді. Бірақ басты шарттарын айттық. Неке өте маңызды, бірақ сол неке қиып жастар, сол қызымыз, сол ұлымыз, егер оның тәрбиесі болмаса, егер ол көргенсіз болса, оңбаған болса, ол дінсіз болса, Алла сақтасын. Осының барлығының нәтижесі осыған түбінде не істейді, алып барады, ардақты ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не қыл дейді? Хиярукум ли нисаихим дейді. Сендердің хайырларың, ең жақсыларың әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Бұл еркектерге қатысты айтылып жатыр. Ал әйелдерге қатысты Пайғамбар саллаллаху алейхи не қыл дейді? Әйел адам дейді, қараңыз. 5 уақытын намазын оқыса дейді, 5 уақыт намазды оқыса, Рамазан айының оразасын ұстаса, ар намысына ие болып дейді, және күйеуіне бағынатын болса, оған ертең ақыретте жәннаттың қалаған есігінен кір деп айтылады оған дейді, қараңыз. Құлшылығына бекем болса, күйеуін құрметтесе, ар намысын, ұятын сақтаса, ертең ақырет жәннатқа оған қалаған есігінен кір деп оған айтылады дейді, қараңыз. Көрдіңіз бе? Екеуіне де жауапкершілік жүктеліп тұр ма дінімізде? Иә. Еркекке де жауапкершілік жүктеліп тұр, әйелге де жауапкершілік жүктеліп тұр да, қараңыз. Мүмін ер адам еш уақытта мүмін әйелді жек көруші болмасын. Мүмін ер, мүмін әйелді еш уақытта жек көруші болмасын. Егер де қандай да бір мүмін әйелдің әлде бір мінезі көңіліне жақпаса дейді, ұнамай қалса, басқа бір қасиетін бәлкім ұнатар дейді пайғамбарымыздың мүбәрак хадисі. Демек, ардақты ағайын, әйел де періште емес, еркек те періште емес, бәріміз қателесіп пендеміз. Ең бастысы адами қасиеттер сақтауымыз керек, Құдайдан қорқуымыз керек, және ардақты ағайын, ертең ақыретті ойлауымыз керек. Ақыретке барған кезде, Құдайдың алдына барған кезде бәріміз істейміз, басымызбен жауап береміз. Алла тағалам мынау өсіп келе жатқан бала шағамызға Алла иман, ислам нәсіп етсін. Осы діндарлықты нәсіп етсін, пайғамбар айтып отырған. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Құдай тағалам мынау рухани азғындықтан, дінсіздіктен, имансыздықтан сақтасын иншалла.